ChatGPT сізге әр жауап берген сайын атыңызбен жүгінуі керек. Бұл жай ғана қызық үшін емес, жасанды интеллекттің қате ақпарат ойлап шығара бастағанын уақытында байқауға көмектеседі. Бұл әдіс Канарейка стратегиясы деп аталады. Канарейка көмір шахталарында қауіпті газдарды ерте анықтау үшін қолданылған сияқты, бұл да жасанды интеллекттің дұрыс жұмыс істемей бастағанын көрсететін ескерту белгісі болады. Оны іске қосу өте оңай. Нұсқаулықтарға бір ғана сөйлем қосасыз. Мысалы, әр жауапты менің атыммен баста. Осыдан кейін жасанды интеллект қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде әр жауабын сіздің атыңызбен бастайды. Ал егер жүйенің сапасы төмендей бастаса, немесе ол шатасып, қате жауаптар құрастыра бастаса, кей жағдайда бұл нұсқаулықты орындауды ұмытып кетуі мүмкін. Сіздің атыңыз жауаптардың басында көрінбей қалса, бұл жылдам ескерту сигналы ретінде жұмыс істейді. Сол кезде жаңа чат бастап, жұмысты қайта жалғастырған дұрыс болады. Өйткені сіз қате ақпарат ойлап шығарып жатқан жасанды интеллектке сеніп қалғыңыз келмейді.